армысыздар, каналға тіркеліп лайк басып әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Бұл әңгімені жазбас бұрын көп ойландым, бірақ жазбасқа амал жоқ. Әр адам сабақ алсын деген мақсатпен бөліспекпін. Мен бала кезімде бәрін түсінбейтінмін. Ағам екеуміз мектепке барып ойын ойнап күнделікті еш алаңсыз жүретінбіз. Бірақ біздің үй өзгешелеу еді, әсіресе түн. Түн біз үшін ерекше уақыт болатын. Сол кездері үйге бөтен адамдар жиі келетін. Қараңғылық қоюланған шақта есік ақырын ғана қағылып, ересектердің көбірі басталатын. Бізге ұйықтап жатқандарын дұрыс деп ескерту айтылады. Бірақ бала көңіл бәрін сезеді ғой. Көбіне әкем мен анамның түннің бір уағында сыртқа шығып кететінін, бірнеше ер адамдармен бірге шеберлікпен еппен жылқы сойып жататын. Сол бір иісті ұмыту мүмкін емес. Қан мен сұрдың, жүн терінің иісі, бір түрлі сіңісті иіс. Таңға дейін жіліктеп, ескі сарайға кептіріп, сұр етке айналдырып, қайта жинайтын. Біздің үйде көне ашылғып жабылатын темір кровать бар еді. Анам кепкен еттерді шыт матаға орап, сол кроваттың астына салып, үстін әдемілеп көрпемен жауып қоятын. Үйімізде еттің иісі де сезілмейтін. Анам сондай епті еді. Кейде көрші балалар сендердің үйлеріңнен бір түрлі иіс шығады, еттің иісі сияқты десе, біз жалма-жан жоқ, бізде ештеңе жоқ деп өтірік айтуға мәжбүр боламыз. Анам қатаң ескертіп қойған: үйде ет бар, ешкімге айтпаңдар, жылқы сойып жүргенімізді де айтпаңдар, милиция естісе әкең екеумізді алып кетеді деп қорқытатын. Біз қорықтық, бірақ не үшін екенін толық түсінбедік. Кейін өскенде ғана білдім, ол мал ұрлығы екен. Сол бір түндер үнсіздік, күбір, шытқа оралған ет, көрпенің астына жасырылған шындық. Бұл мал ұрлығының жазасын заң бермесе де Алла еселеп тұрып берді. Ұрының отбасы деген сөзді бала кезде түсінбедік. Кішкентайымыздан тоқшылықтың не екенін білдік. Тоқшылық үйде әрдайым жайылған дастархан, көздің жауын алатын көліктер, ас үйден үзілмейтін еттің иісі. Итіміздің өзі ет жеп үйренген. Нан берсек, мұрнын шүйіріп, жеп көрмейтін. Әкем біз үшін мейірімді еді, бірақ сол мейірімнің тасасында басқа бір әлем жатқанын біз кейін түсіндік. Ол ұрлықпен айналысатын еді. Қаншама адамның малын түнде келіп, таң атқанда базарға сатқанын енді ойласам, жүрегім сыздайды. Анам үндемейтін, үндемегені көнген екен. Бізге ештеңе қажет болған жоқ. Киіміміз бүтін, қарнымыз тоқ, ойнымыз шексіз. Бақыт деген бәрі бар, болу емес екен. Бақыт адал ас ішу, ешкімнің қарғысын алмау екен. Әкеміздің күнәсі бізге мұра болып, жанымызды кірлеткендей. Жылдар өтті, әкем қартайды, біз есейдік. Ағам ішімдікке өте құмар болды. Ауыр жұмыс жасамады. Еркелікпен өсті ғой, мен де бойжеткенмін. Өте тәкаппар болдым. Ақылы оқу оқыдым. Байдың қыздарынан кем қылмай әкем өсірді. Маскүнем ағам қанша рет үйленді. Ешбір әйелі тұрақтамады. Қайдан тұрақтасын? Ішіп алып, еш себепсіз әйелін ұрып соғатын сорлы болды. Одан қалса ауылдағы бір жерін сататындардың саудасын жүргізді. Ақша бар, тапқандар жүретіндей талтаңдап жүретін. Әкемнің жиған тергенін солай құртып жүрген сорлы еркек болды. Мен оқу бітіріп тұрмысқа шықтым. Барған жерім бай отбасы болатын. Барлығы өз алдына көкірек. Менің де мінезім баршылық, жетісіп тұрғаны шамалы. Бір айдан соң бөлек шықтық. Бөлек шыққан соң күйеуіміз екеуміз түнгі ләззат қызығына түсеміз деп ойладым. Бірақ күйеуім нағыз ауру екен. Ол кәдімгідей романтикалық түн дегенді білмейтін. Шегетін шөбін шегіп алып, мені төсекке итеріп құлатып, қалағанын істейтін болды. Есін жиғанда төбелестім. Ол мені өлтіремін деп пышағын ала жүгіріп қорқытатын. Ол еркекпен ұзақ тұрмадым. Бала көтеру мұң болды. Денсаулығым жақсы, бірақ балалы бола алмадым.
Жасым 40-қа келгенше дені дұрыс еркек таппадым. Әр еркекпен бір жатқаннан үйреніп кетеді екенсің. Жақсы еркек кездескен еді, бірақ мені түнде қанағаттандырмады. Сол үшін де онымен ажырасып кеттім. Ағайым екеуміз нәпсінің құлы болып жүргенде әкем ауырып дүниеден өтті. Әкем 2 жыл бойы ауырып жатты. Ара-тұра барып тұрдым. Жұмыс жасайтынмын. Соны сылтау етіп ауылдан қайтуға асығамын. Өйткені қатыны мен 5 баласы бар еркекпен тығылып жүрген кезім еді. Ол еркек такси болды. Таксиге мінгенде де мас едім. Ол қалжыңдап көкірегімді көрсетіп, істесең істе дегендей өзім шанс бердім. Содан мастығымды пайдаланып көлігін тоқтатып, екеуміз сол таксидің ішінде болып қойдық. Сол күннен соң төсектес басымыз қосылып, мен үшін отбасын тастады. Бірге менің үйімде ол еркекпен бірге тұрдым. Бірақ ол қатын құмар болды. Оның түрлі әйелдерді әкеліп үйде ойнас жасайтынын білгеннен кейін үйімізден қуып жіберуге тура келді. Солай мен дұрыс отбасы құра алмадым. Арада жылдар өтті. Ағамның ішкілікке салынғаны соншалық, қыстың күні аязды далаға ұйықтап қалып, үсіп өлді. Анам жалғыз қалды. Мен де қалада тұрдым. Анам да қасыма алғым келеді, бірақ ол келіспей қара шаңыраққа жалғыз тұрып жатты. Ауылға келіп кетіп жүрмін. Бір күні келсем есік ілулі тұр. Бір үйдің светі жанып тұр. Анам ауырып қалған шығар деп қорқып барамын. 10 минуттай қаққан соң есікті әзер ашты. Анамның жанары суланған, киімдері де бір түрлі киінген, асығып киінген адамға ұқсайды. Түсіне алмай жатқанда жалаңаш бұтында дамбалы бар жас бала пышағын алып келесі бөлмеден жүгіріп шықты. Шошып кеттім. Үніңді шығарма, өлтіремін деп пышағын жалаңдатып, апа бұл кім деп қорқып тұрсам да сұрадым. Анамда үн жоқ, тек жылап тұр. Әлгі оңбаған жүгірмек жаныма келіп, қолын сумаңдатып, шеш шалбарыңды, келген екенсің, бір тығып алайын деп мені мазақ еткендей. Жоғал сорлы деп айғайлап едім. Ол пышақты тәніме ауырта тығып, мен 2-ші рет айтпаймын, қаныңды судай ағызамын деп айғайлады. Байғұс анам жылап, айтқанын істеші деп жалынды. Әлгі есуас еркек анамның көзінше мені зорлады. Қорлағанымай өз ісін бітіріп, ешкім бұны білмесін, білсе екеуің де бауыздап кетемін деп қорқытты. Боқмұрын. Үнсіз келіскендей болдым. Ол есуас кеткен соң анам екеуміз жылап алдық. Анам 70-ге таяп қалған. Әлгі есуас анамды қорқытып зорлапты. Жасы небәрі 18 екен. Мен келгенде сол анамды 3-ші күн зорлау екен. Анамды алдымда участковыйға барып арыз алып іс қозғадым. Ол сұмырайдың спермасы анам екеуміздің ден табылды. Дереу іс қозғалып, көп ұзамай 15 жылға сотталды. Ауылдағылар жағаларын ұстап, соңында ешкім сенбеді. Әлгі жігіттің әке-шешесі маған, сен байдан бай ауыстырған қаншықсың, ұлымды азғырып өзіңді бейкүнә көрсеткің келетінін білеміз. Ақша алғың келіп жала жауып соттаттырдың. Судьянтты сатып алдың, өз жағыңа сатып алғансың деп қорқытып дөрекілік көрсете бастады. Шешең сенің ұры болған, қартайса да көзі ақшаға тоймайды. Жас баланың өмірін құрттыңдар деп қарғыс айтты. Өз баласының қаншалықты педофил екенін білмейтін сорлы әке-шеше екенін айтсам да, туыстарым бізге сенбеді. Тіпті үйге келген туыстар, сендердікі дұрыс болмады, жас баланың өмірін құрттыңдар деп ұрыс-керіс болған. Ал мен зорланған қағаздарды көрсетсем де, өзің ол жігітпен болған шығарсың деп күмәні маған арта берді. Ауылдан көшіп кеттік. Үйімізде ешкім алмады. Сатылымға шыққалы қанша жыл болды. Әлі күнге дейін ол үй сатылмады. Ал анам байғұс өмірінің соңына дейін Алладан кешірім сұрап өтті. Кезіндегі ұрлық үшін өте ауыр азаппен жаны тыныштық таппай өмірден түңіліп өтті. Мен жалғыз қалдым. Кінәмді өтеу үшін балалар үйінен бала асырап алдым. Қызым қазір бойжеткен.
барынша жақсы тәрбие беруге тырысып жатырмын. Бүкіл өмірімді осы асыранды қызыма арнаймын деп шештім. Қаншалықты ауыр күнә жасаса да, әке-шешемнің күнәсін мен арқалап өмір сүріп келемін. Қорлықтың неше атасын көргенімен, әлемдегі барлық қиыншылықтарды бір өзім көтеруге мәжбүрмін. Асырап алған қызым өзімнің демеуім болды. Қолымнан келгенше бар тапқан таянғанымды сол қызымның жолында құрбан қылып өмір сүріп жатырмын. Бір күні ол қызым да менің туған анасы екенімді білмей мені тастап кетуі де мүмкін. Ойыма түрлі ойлар келеді. Қаншалықты қиын тағдырмен күн кешіп келетінімді енді ұққандаймын. Кезінде жасаған әрбір қылығым, әрбір жүріс-тұрысым, көз жасы, біреудің қарғысы міне осындай жалғыздыққа алып келді. Өмірімнің соңғы кездеріндегі түрлі жағдайларды осылай саралаймын. Түн ұйқыңның төрт бөлінуі, барынша ойларды мазалайтыны осындайда. Жұмысқа барасың, тірі адамның тірлігін кейпін кешкеніңмен ойыңдағы түрлі ойлар маза бермесі анық. Қандай жағдай болса да, анам екеуміздің өміріміз осылай өте берді. Анамды жер қойнына тапсырып, ауылымызға жерледік, әкемнің жанына. Өміріндегі бүкіл күнәні кешіруді өле-өлгенше Алладан сұрап өтті. Алла оны өзі саралар. Бірақ бұл күнәнің балдарының тигізген зиянын білгендегі ашу-ызасы, реніші, бәрі төсекте жатқан анамның көз жасынан тамған жасына айнала бастады. Міне, бойжеткен қызыма жақсы тәрбие беріп, жақсы адам болуына себепкер болуым керек екенін анық білем. Баламның бұндай жағдайда өмір сүргенін қаламаймын. Бұл да біреуден қарғыс алмай, жақсы өмір кешкенін мен де жақсы көремін. Сол себепті қызымды жақсы тәрбие алатындай етіп тәрбиелеп келемін. Бой жетіп қызымның өз сүйгенін, өз жігітіне қосылғанын қалаймын. Өз арманына қол жеткізіп, жақсы да бақытты өмір кешкенін қалаймын. Менің істеген күнәларымды ол қайталамаса екен. Мен бұл өмірдегі жасаған ең қателіктерімнің бәрі өзімнің басымдағы үлкен сабақ алғандаймын. Біреуге жамандық жасау, ол өмір бақи алдыңнан шығатын іс болары анық екен. Сондай жағдайды өткізген, ендігі қайталамас үшін осындай жағдайда өмір сүріп жатқан адамдар тоқтау мақсатында осы әңгімемді жазып отырмын. Басымнан өткен талай қиындықтар, талай көкіректік, талай менмендік, ақшаның күші, барлығы өмірімнің соңында әкеліп өзімнің зиян келтіретін білмеппін. Туысқанға сыйластығың жоқ, бауырыңның сыйластығың жоқ, адам болып қалу неліктен қатты қиын болады десеңізші. Өмірдегі бұл жағдайлар қайталанбас үшін жақсы өмір сүруге, тура жолдан таймауға тырысып келемін. Қалған өмірімді тек жақсылық жасауға арнап жүрмін. Қандай жағдай болса да, тек барлық адамдардан кешірім сұраудан, менен қарғысындарын қарғамай, аман-есен өмір сүруімді тілеп жүрмін. Міне, менің өмірден алған сабағым, түйген түйінім мінекей осындай. Қандай отбасы едік, бірақ сол отбасыдан кәнем ештеңкенің қалмағаны белгілі. Әкемнен де ұрпақ, ағамнан да ұрпақ қалмай, мінекей қу дүзені құшақтамас үшін сол баланы асырап, сол бойжеткенмен өмір сүріп келемін. Ендігі жерде сол бойжеткенге бүкіл өмірімді арнап, бүкіл аналық махаббатымды беруге тырысып жүрмін. Анам мен әкемнің жасаған сол бір ұрлығы, сол бір қылықтары кесірінен міне, я бала сүйе алмай, я жақсы жар таба алмай, сорлы адамның күйін кешкен мен болдым. Ата-анаңның қарғысын алған ата-ана
қандай жағдайда болады деп ойлайтынмын. Мінеки, бала күнімде бейғам өмір сүрген мен ер жетіп бел омыртқа жасына келген кезде бір өзім қалып өмір сүретінімді кім білсін. Ендігі жердегі барлық арманым, барлық мақсатым осы қызымды жақсы тәрбиелеп, адал адам болып өсуін қадағалау. Біреуден қарғыс алмай, жақсылық жасап үйрету.